Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Боташка. Бүгін мен каналымда сіздерге етсіз өте оңай жасалатын котлеттің рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен картоптарымызды тазалап, турап, су құйып, газға пісіруге қоямыз. Сонымен қатар бір кесек гречкамызды жақсылап жуып, тазалап, су құйып, гречканы де пісіруге газға қалдырамыз. Және де бізге осылай нан қажет болады. Үйде қандай нан бар, соны қолдансаңыздар болады. Мейлінше бука нан қолдансаңыздар да өте тамаша шығады. Нанның барлығын үзіп қойып, бетіне су құйып, су жақсылап нанға сіңу үшін бетін осылай бастырып қойыңыздар міндетті түрде. Міне осы аралықта біздің гречка мен картоптар да пісті. Ендігі кезекте суға малып қойған нандарымызды суынан сығып, бөлек ыдысқа алып дайындап аламыз. Нанның үстіне піскен гречкелерді саламыз. Сонымен қатар картоптарды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, сонымен қатар өзіңізге ұнайтын дәмдеуіштерді қосып жібереміз. Содан соң бір жұмыртқаны саламыз. Және де 1-2 бас чеснокты салып, үгіткіштен өткізіп, барлығын жақсылап араластырамыз. Барлығын салып болғаннан соң араластыру үшін блендерді пайдалансаңыздар өте керемет болады, немесе менікінде миксермен араластыруға да болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Содан соң қолыңызды суға салып, біздің дайын болған котлеттеріміздің формасын шығарамыз. Сонымен қатар ұнға бір аунатып, қызып тұрған майға қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Өте тез піседі. Себебі құрамындағы барлық зат піскен болғандықтан бізге жай ғана қызарса жеткілікті. Видео ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Міне біздің котлеттеріміз дайын болды. Иісі тамаша шығып тұр. Дәмі де өте ерекше, өте дәмді. Етпен жасалған котлеттен еш айырмашылығы жоқ деп айтсам да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар қоңыраушаны басып қойыңыздар. Баршаңызға ас болсын.